Сұрағыңыздарыңа сәлем. Бүгін біз сіздермен сандарды стандарт түрге келтіру, стандарт түрде жазылған сандарды салыстыру және де стандарт түрде жазылған сандармен жасалынатын амалдар тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші бізде жалпы сандарды стандарт түрде жазу бізге не үшін қажет? Бізге ғылыми зерттеулерде, экономикада, денсаулық сақтауда, яғни күнделікті өмірде өте үлкен және өте кішкентай сандар жиі кездеседі. Мысалы, Марстың салмағы осындай үлкен сан, ал су молекуласының салмағы осындай өте кішкентай санды құрайды. Бұл көп пе әлде аз ба дедім. Марстың салмағы су молекуласынан қанша есе көп екенін қалай салыстыруға болады? Яғни бұндай сандармен жұмыс жасау бізге қиын. Яғни мұндай түрде жазылған сандарды оқуда да және ақпарат талдауда да сондай есеп шығаруда да бізге қиындық тудырады. Сондықтан біз санның стандарт түрін қолданамыз. Яғни бүкіл әлем ғалымдары сандардың стандарт түрін жазуды пайдаланады. Енді бірінші сандарды стандарт түрде жазу үшін ережесімен танысайық. Кез келген b оң сан мынандай түрде жазуға болады, яғни b тең a көбейту 10-ның z дәрежесі түрінде жазуға болады. Мұндағы a саны 1 мен 10-ның арасындағы сан, ал z саны бүтін сан, яғни минуста плюста бола алады. Мұндай жазуды b санның стандарт түрі деп атайды, ал z b санның реті деп аталады. Мысалы, бізге осындай сан берілген екен, бұл санды стандарт түрге осындай түрде келтірген екен. Біз қазір бірінші ережесімен танысып алайық, одан кейін қалай стандарт түрге келтіру керек екенін қарастырамыз. Мынау бізде стандарт түрге келтірілген санымыз, бұл санның маңызды бөлігі, яғни бұл бірінші және соңғы 0 емес цифрларының арасындағы барлық цифрлар, шеткі цифрларда кіреді. Берілген санның маңызды бөлігі 6 маңызды цифрдан тұрады. Яғни мына жерде бізде 6 сан бар екен. Яғни бұл бізде маңызды бөлігі деп аталынады. Санның соңғы 0 цифрларының арасындағы барлық сандар жатады екен. Ал мынау тұрған 10-ның 4 дәрежесі бұл санның реті, яғни айтылып отырған санның қаншалықты үлкен немесе қаншалықты кіші екендігін көрсететін сан. 10-ның дәреже көрсеткіші. Мысалы, бізде мынау 10-ның 4-ші дәрежесі, сондықтан бұл санның реті 4-ке тең. Енді біз санды қалай стандарт түрге келтіреміз? Оң санды стандарт түрге келтіру үшін бастапқы санның маңызды бөлігін жазып алып, бірінші маңызды цифрдан кейін үтір қою керек. Бастапқы бөлшекпен салыстырғанда үтір қанша разрядқа жылжығанын анықтау керек екінші қадам. Яғни бұл бізде z санының ретін анықтауға мүмкіндік береді. Яғни мына z-тің плюс немесе минус екен немесе қанша екенін осы үтірді жылжыту арқылы анықтаймыз. Егер бастапқы сан 10-нан үлкен болса, онда санның дәрежесі оң болады. Ал егер бастапқы сан 1-ден кіші болса, онда санның дәрежесі теріс болады. Енді осы 3 қадамды пайдаланып, осы берілген санды стандарт түрге келтірейік. Мысалы, бізге осындай үлкен сан берілген екен. Біз егер санның соңында үтір жоқ болса, яғни санымызда үтір жоқ болса, ең соңынан үтірді өзіміз жазып аламыз. Мысалы, мына жерге үтір берілген екен, осы санды біз бірінші қадам бойынша бізде маңызды бөлігін жазып алуымыз керек. Санның маңызды бөлігі 0-ге дейінгі бастапқысынан бастап 0-ге дейінгі барлық сан. Мысалы, мына жердегі 6424 деген сан, бұл бізде маңызды бөлігін жазып алдық. Бірінші қадамды орындадық. Екінші қадам бізде бастапқы бөлшекпен салыстырғанда үтір қанша разрядқа жылжығанын анықтау керек. Бірінші маңызды цифрдан кейін үтір қою керек. Яғни бірінші маңызды цифрдан кейін үтір қою керек. Бізде былай жазайық, мына шетке жазайын. 6423 бірінші маңызды цифрдан кейін үтір қою керек. Енді бізде бастапқы бөлшекпен салыстырғанда үтір қанша разрядқа жылжығанын анықтау керек. Бізде соңында тұрды үтір, алдыға 6-ға дейін неше рет жылжыды үтір? 1 рет, 2 рет, осылайынан біз 14 рет жылжыған екен. Яғни сосын бізде 14 рет жылжығанын біз 10-ның 14 дәрежесі деп жазамыз. Енді үшінші қадам, егер бастапқы сан 10-нан үлкен болса, яғни біздің 64-іміз 10-нан үлкен ғой, онда дәрежесі оң болады. Ал егер бастапқы сан 1-ден кіші болса, онда дәрежесі теріс болады. Яғни біздің дәрежеміз оң болады екен. Бұл жердегі санның реті 14-ке тең, ал маңызды цифрларының саны 4-ке тең. 4 штук сан бар, сондықтан маңызды цифрларының саны 4-ке тең. Енді екінші мысалды қарайық. Бұл жерде маңызды бөлігі тек қана 3. Я, 3, то есть алдында тұрған 0-дерді есептемейміз, артында тұрған санды аламыз. Сонда маңызды бөлігі тек қана 3-ке тең. Енді бастапқы бөлшекпен салыстырғанда ол үтірді алдыға емес, артқа неше рет жылжытқан? 12 рет жылжытқан. Және біздің бастапқы санымыз, мына санымыз 1-ден кіші, сондықтан біз минус таңбалы дәреже болады. Яғни біз үтірді 12 рет артқа жылжыттық, сондықтан
Біздегі дәрежеміз -12. Ал егер керісінше үтірді алдыға жылжытатын болсақ, ол плюс дәреже болады. Яғни бізде үтірден бұрын бір мен 10-ның арасындағы цифр болу керек үтірге дейін. Және бір цифр ғана болуы керек. Мысалы, бізде қандай сан берілсін? 2462 деген сан берілсін. Үтірі соңында тұр деп алайық. 1 рет, 2 рет, 3 рет жылжытамыз. 3 рет алдыға жылжытқандықтан 2 үтір қалған санның барлығын жазамыз. 2 үтір 2 үтір 1462 көбейту 10-ның алдыға неше рет жылжыттық? Алдыға 3 рет жылжыттық. Сондықтан 3 дәреже болады. Егер бізде мысалы 0,812 деген сан болсын. Үтірді біз артқа бір рет жылжытамыз. Өйткені бізде үтірдің алдында тек қана бір сан ғана болу керек. 8 үтір 100-ден 12 көбейту 10-ның -1 дәрежесі болады. Яғни бір рет біз артқа жылжыттық, сондықтан -1 дәреже болады. Енді мына жерде біз бірінші тапсырмада бізде стандартты түрде жазылған сандарды көрсет, бұл сандардың реті нешеге тең деді. Бізде 5,6 көбейту 10-ның -3 дәрежесі берілген. Үтірге дейін бір сан тұр, яғни дұрыс. Екінші шарты, ол сан 1 мен 10-ның арасында болу керек. Яғни 1 жатады, бірақ 10 жатпайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тұрса болады. 10 тұрса болмайды. Ол сандар тұрды, яғни сондықтан бұл бізде дұрыс тұр. Екінші бізде үтірге дейін бір сан тұр, дұрыс. Және 1 мен 10-ның арасында болып тұр, яғни бұл дұрыс тұр тоже. Б санында үтірге дейін 2 сан тұр, бұл дұрыс емес. Келесі бізде В мысалында үтірге дейін бір цифр ғана тұр, но ол 1-ден кіші болып тұр. Яғни бұл да бізде қате тұр екен. Санда түрде жазылып тұрған жоқ. Г мысалында үтірге дейін тоже бір ғана сан тұр. 0-мен басталып тұр, яғни 1-ден кіші сан тұр. Бұл да қате. Г мысалында үтірге дейін 6 тұр, яғни 1 мен 10-ның арасындағы цифр тұр. Мынаның алдында тұрған минус оған әсер етпейді. Бұл дұрыс жазылып тұр. Келесі енді осы стандартты стандарт түрге келтіру керек. Біз егер осындай үтір берілмесе, оны ең соңынан аламыз, иә. Үтірді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет алдыға жылжыттық. Сондықтан 2 үтір 5 көбейту 10-ның плюс, яғни 4 дәрежесі болады. Мысалында 1 рет, 2 рет, 3 рет алдыға жылжыттық. Яғни үтірге дейін бізде тек қана бір сан болу керек қой. 2 үтір 5, 2,5 көбейту 10-ның артқа біз үтірді 3 рет жылжыттық, сондықтан -3. Келесі Б мысалында ең соңынан өзіміз аламыз. 3 рет, 6 рет, 9 рет, 10 рет жылжытамыз. Сонда бізде 5,6 көбейту 10-ның 10 дәрежесі болады. Келесі бізде санның цифрының маңызды бөлігі 0-ге дейінгі сандар. 0-ге дейінгі сандар. Басынан бастап 0-ге дейінгі сандар, яғни 56. Мына жер маңызды бөлігі. 5 және 6 цифрлары. Келесінде бізде Г мысалында үтірді 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет жылжытатқанбыз. 2 үтір 0, 10, 6, 2,16 көбейту 10-ның артқа 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет жылжыттық, сондықтан -4 дәреже. Г мысалында бізде 45 стандарт түрде тұрған жоқ. Бірінші соны келтіріп аламыз. 45-ті 1 рет алдыға үтір жылжытамыз, сондықтан 4,5 көбейту 10-ның 1 дәрежесі болады. Яғни алдыға 1 рет жылжыттық. Көбейту жанында 10-ның 2 дәрежесі бар. Бізде дәреженің қасиеті бойынша 4,5 көбейту 10-ның негіздері бірдей болса, дәрежелері және ортасында көбейту болса, дәреженің қосылады. Сонда 1-ге 2-ні қоссақ 3. 4,5 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Д мысалында 13 бізде стандарт түрде тұрған жоқ. Бірінші соны келтіріп алайық. 13 ол бізде 1 рет алдыға жылжытамыз. Сонда 1,3 көбейту 10-ның 1 дәрежесі болып тұр. Және мына тұрған 10-ның -3 дәрежесін жазамыз. Сонда 1,3 көбейту 10-ның дәреженің қасиеті бойынша негіздері бірдей, яғни екеуінің негіздері бірдей, көбейту тұр арасында, онда дәрежелер қосылады. 1 қосу -3 болады. Сонда 1,3 көбейту 10-ның, мынау бізде арифметикалық амал, яғни минус алдыға шығып кетеді, сонда бір азайту 3 болады, ол бізде -2-ге тең. 1,3 көбейту 10-ның -2 дәрежесінде екен. Ж мысалы бізде өзі стандарт түрде тұр. З мысалында 560,5 ол стандарт түрде тұрған жоқ. 560,5, оны біз стандарт түрге келтірсек, үтірді алдыға 2 рет жылжытамыз, сонда
605 көбейту 10-ның 2 дәрежесі және өзінің 10-ның минус 3 дәрежесі бар, сонда 5,605 көбейту 10-ның, мына жерде екеуін қоссақ, 2 қосу минус 3, ол минус 1 болады. Сонда 5,605 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесінде стандарт түрі екен. Стандарт түрге келтіреді екен. Мына мысалда біз айттық, маңызды бөлігі деп нөлдерді алмаймыз. Яғни нөлге дейінгі стандарт. Егер мысалы осы жерде нөлден кейін 5 тұр, онда ол маңызды цифр болып кетеді. Яғни мынаның барлығы маңызды цифр болып кетеді. Ал мына жерде саннан кейін нөл жатпайды маңызды цифрға, маңызды бөлікке жатпайды. Сонда бұл жерде бізде үтірді алдыға тура бағанағы есептер сияқты үтірді бір рет алдыға жылжытамыз. Сонда 3,1866 көбейту 10-ның 1 дәрежесі, өйткені үтірді алдыға бір рет жылжыттық. Және көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді 3,1866 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі болады. Бізде мынау тұрған 3,1866 мен мынау 3,8600, мына екі цифрдың екеуі бірдей, екеуі тең сан. Яғни мына жерде мына екі нөлдің мағынасы жоқ болып тұр, былай қарасақ. Осылай біз стандарт түрге келтіреді екенбіз. Стандарт түрге келтіруді түсінікті болса, енді бізде келесі стандарт түрде жазылған сандарды салыстыру. Назерке мен Ләйлаға екі салыстыру орындау қажет. Қыздардың шешімдері төменгі тақтада келтірілген. Бізге осында екі сан берілген екен. Мына санды А деп алайық, мынаны В деп алсақ. Осы екі санды салыстыру керек. Бұл жерде бірінші не істеген екен? Бұл жерде бірінші санымызды стандарт түрге келтірген, 9 үтір осындай, 10-ның 18 дәрежесі, ал екінші санымыз 1 бүтін осындай, 10-ның 22 дәрежесі. Стандарт түрде жазылған сандарды салыстырған кезде біз 10-ның дәрежесін салыстырамыз. 10-ның дәрежесі қайсысы сан үлкен, яғни 18 пен 22 қайсысы үлкен, сол сан үлкен болады. 22 үлкен болып тұр, сондықтан ол 10-ның 22 дәрежесі жазылған сан үлкен екен. Бұл бізде оң дәреже болған кезде, яғни плюс дәреже болған кезде. Ал енді бізде екінші санымыз мынау сыны, мынау Д деп алсақ. Осы екі санды бірінші стандарт түрге келтірсек, 1 бүтін осындай көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі, мына жерде 1 бүтін осылай көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі екен. Енді бұл екеуін салыстырғанда бізде 11 мен 4 салыстырсақ, минус дәреже болған кезде қайсысы кіші, қайсысы мысалы 11 мен 4-тің қайсысы кіші, 4 кіші, сол сан керісінше бізде үлкен сан болып есептеледі. Яғни мына мысалда Д саны үлкен екен. 11 мен минус таңбалы болған кезде қайсысы кіші, сол сан үлкен. 11 мен 4 салыстырсақ 4 кіші, сондықтан мынау тұрған екінші сан кіші. Ал мына жерде екінші тәсіл, салыстырудың екінші тәсілі бұл жоқтап алып салыстырған, яғни мынанда ұзақ қылып жазбайық. Біз жоқтап алып салыстырсақ та болады екен. Мына жерде мысалы 81 деп жазған ғой, өйткені 7 5-тен үлкен, сондықтан оны жоқтап 9,81 деп алған. Және бұл жерде тура солай дәрежесімен салыстырған. Бұл бізде тек салыстыруда ғана жоқтап есептесек болады. Ал басқа амалдарды орындаған кезде бізде жоқтап есептеуге болмайды. Келесі, бізде мына жерде яғни қорытындылап кетейік осы салыстыруда. 10 санының дәрежесін салыстыру дейді. Егер дәреже бірдей болса, маңызды цифрларын салыстырамыз. Мысалы, егер бізде 1845 болсын. Давай. 1845 көбейту 10-ның 12 дәрежесі, мына жақта 6 бүтін 182 көбейту 10-ның 12 дәрежесі болсын. Бұл жерде яғни дәрежелер бірдей болып тұр. Ондай кезде біз маңызды цифрларын салыстырамыз. Мына жерде тұрған мынау бірінші цифрды салыстырамыз. 1 үлкен ба, 6 үлкен ба? 6 үлкен, сондықтан біздің мына санымыз үлкен деген сөз. Яғни бірінші цифрын салыстырамыз. Егер бірінші цифр бірдей болып қалса, екінші цифрын салыстырамыз. Тура солай кезек-кезек салыстырамыз. Қайсы үлкен, сол кезде анықталады. Ал бұл бізде минус дәрежелері тура осылай болады. Екінші бізде егер дәрежелері әртүрлі болса, сан үлкен болады, егер оның дәрежесі үлкен болса. Яғни бізде жаңағы айтып өткендей, мына жерде айтып көрсеткенде қайсының дәрежесі үлкен, сол сан үлкен болады. Ал мына жерде минус таңбалы болса, қайсының дәрежесі кішкентай, сол үлкен сан болады. Яғни 11 мен 4 салыстырғанда 4 кішкентай ғой. Минус дәреже болған кезде сол сан керісінше үлкен болады. Енді мына сандарды салыстыру керек. Бірінші бізде мынаны давайте жоқтап алсақ. 1 бүтін үтірді неше рет жылжытамыз? 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет жылжытамыз. 1 бүтін 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесі десек.
Мына жерде 1,2 дейік. 1 рет, 3 рет, 6 рет, 6 рет жылжытамыз, иә, 10-ның 6 дәрежесі. 10-ның қайсы дәрежесі үлкен? 10-ның 6 дәрежесі үлкен болып тұр, сондықтан бізде екінші сан үлкен. Мына жерде бізде 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет. 2 өтір 100-47 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі, ал мына жерде 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет. 2 өтір 147 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Бізде минус 4 үлкен, иә? Яғни 5 пен 4 салыстырамыз. 4 кіші, минус болған кезде қайсы кіші, сол сан үлкен. Ал г-да бізде мына екінші тұрған стандарт түрде жазылмаған екен, соны келтіріп алайық бірінші. 360-ты стандарт түрге келтірсек, 3,6 көбейту 10-ның 2 дәрежесі болады, үтірді 1 рет, 2 рет жылжытамыз. Және көбейту мына жақта 10-ның 10 дәрежесі бар. Мынаны жаздық. Сонда бізде 3,6 көбейту 10-ның 12 дәрежесі болып тұр. Енді 3,6 мен 3,5 салыстырсақ, бізде 3,6 үлкен. Бірінші цифрлар бірдей екен, екінші цифрда 5 үлкен бе, 6 үлкен бе? 6 үлкен, сондықтан мына екіншісі үлкен. Неге біз бұлай салыстырып жатырмыз? Өйткені оның дәрежелері бірдей болып тұр. Мына жақта да 12 дәреже, мына жақта да 12 дәреже болып тұр. Сондықтан біз осылай салыстырып жатырмыз. Г мысалында дәрежелеріне қарасақ, минус 16, яғни 16 кіші, сондықтан минус болып тұр. Сондықтан бұл жерде мына тұрған екінші сан үлкен. Сонымен бізде келесі сандар түрде жазылған сандарға амалдар қолдану. Бірінші мысалда көбейту және бөлу кезінде не істейміз? Стандарт түрде жазылған сандарды көбейту немесе бөлу үшін кәдімгі дәреженің қасиеттерін пайдаланамыз. Яғни мына жерде 5,2 көбейту 10-ның 7 дәрежесі, көбейту 3,7 көбейту 10-ның 2 дәрежесі, осы екі санды көбейту керек екен. Стандарт түрде жазылған осы екі санды көбейту керек екен. Бұл жерде 5,2 3,7-ні бірінші көбейткен, одан кейін барып 10-ның 7 дәрежесіне 10-ның 2 дәрежесін көбейткен. Негіздері бірдей, яғни 10 екеуінде де бірдей, және арасында көбейту болғандықтан, мына жерде арасында көбейту болғандықтан біз дәрежелерін қосамыз, дәреженің қасиеті бойынша. Сондықтан бізде 10-ның 9 дәрежесі болды. 7-ге 2-ні қостық 9. Ал 5,2 3,7-ні көбейтсек 19,124. Бұл сан бізде стандарт түрде тұрған жоқ, сондықтан бұл санды да стандарт түрге келтірген. Яғни үтірді алдыға бір рет жылжытқан, мынаған 10 шығады, 10-ның 1 дәрежесі болады, сосын оны 10-ның 9 дәрежесімен тағы көбейткен кезде 10-ның 10 дәрежесі болады. Сонда бізде 1,924 көбейту 10-ның 10 дәрежесі шығады екен. Келесі екінші мысалда, бұл яғни көбейту бөлу кезінде осылай қарапайым дәреженің қасиетін пайдаланамыз. Ал енді қосу мен азайту кезінде біз тура осылай қосып азайта алмаймыз, иә? Қосу азайту үшін бізде реті бірдей болу керек. Яғни 10-ның 5 дәрежесі мен 10-ның 5 дәрежесі екеуінің дәрежесі бірдей болуы керек. Содан кейін барып қосып азайта аламыз маңызды бөліктерін. Мысалы, мына жерде екеуі де бірдей, 10-ның 5 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жіберген. Жақшаның сыртына шығарсақ, сонда 6,5 қосу 1,123, осы екеуін қосқан, сонда 7,173 көбейту 10-ның 5 дәрежесі болды. Ал енді екінші мысалға қарасақ, 10-ның 5 дәрежесі, 10-ның 4 дәрежесі екеуінің дәрежелері әртүрлі. Бұл жерде тікелей қосуға, мынау сияқты қосуға, екінші мысал сияқты қосуға болмайды. Бірінші біз 10-ның 5 дәрежесін қалай жасақ болады? 10 көбейту 10-ның 4 дәрежесі, яғни екеуін бірдейға келтіруіміз керек бірінші. Мына жерде 10-ның 4 дәрежесі осылай жасақ болады, иә? Еще бізде 3,5 бар алдында. 3,5-ті 10-ға көбейтсек, 35 көбейту 10-ның 4 дәрежесі болады. Қосу 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Енді екеуінің дәрежелері бірдей болды, яғни реті бірдей болды. Сосын 10-ның 4 дәрежесін жақшаның сыртына шығарсақ, 35 қосу 6 ғана қалады ішінде. 35-ке 6-ны қоссақ 41 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Бізде 41 стандарт түрде тұрған жоқ. Үтірді бір рет алдағы жылжытамыз, сонда 4,1 көбейту 10-ның 5 дәрежесі болады. Мына жерде бізде 5 дәреже, 1, 2, 3, 5, мына жақта 64 дәреже, дұрыс 4 0 тұр. 95 шығып кеткен. Мына жерде қате кетіп қалған екен, иә? Мынау бізде қате. Бізде 350 мыңға 60 мыңды қоссақ, 410 мың шығады, иә? 410 мың шығады. Бұл санды стандарт түрге келтірсек, тоже 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет жылжытамыз, сонда 4,1 көбейту 10-ның 5 дәрежесі шығады. Яғни осындай екі жолмен шығаруға болады екен. Біріншісі 10-ның 5 дәрежесін тікелей көбейте салу, немесе осындай дәрежелерін бірдей түрге келтіріп алу. Яғни дәрежелерін бірдей түрге келтіру мүмкін емес болса, осындай бірінші жолды пайдаланамыз. Ал егер дәрежелерін мүмкін келтіру бізге тиімді болса, онда екінші жолды пайдаланамыз. Келесі бізде мына амалдарды орындап көрейік.
Бұл жерде бізде азайту екен. Азайту болса, онда бірінші дәрежелерінің ретіне назар аударамыз. Бұл жерде екеуі бірдей емес, сондықтан бірінші мына 10-ның 9 дәрежесін 10-ның 8 дәрежесі көбейту 10 деп жазсақ болады, және бізде 100-168 бар. Енді 10-ды 2,168-ге көбейтсек, 26,8 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Азайту, ары қарай бізде уже есеп жазсақ, 9,124 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Енді негізде, реті бірдей болды. Енді осы жерден біз 10-ның 8 дәрежесін жашан сатына шығара аламыз. 26,8 азайту 9,124. Біз 26,8-ден азайтсақ 9,124-ті, онда 17,56. 17,156 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Бұл жерде үтірді бір рет алдаға жылжытамыз, сонда 1,756 көбейту 10-ның 9 дәрежесі болады. Келесі бізде ә мысалында дәрежелерінің реті бірдей, -5 екеулері. Онда сразу -5-ті жашан сыртына шығарамыз. Сонда 9,124 қосу 5,128. Сонда бізде болады 14,152. 14,152 көбейту 10-ның -5 дәрежесі. Бұл жерде стандарт түрде тұрған жоқ. Үтірді бір рет алдаға жылжытамыз. Сонда 1,452 көбейту 10-ның -4 дәрежесі болады. Мына жерде 10-ның +1 дәрежесі 10 шығады, яғни 1 дәрежесі, сосын оны 1 -5 болады, сосын -4 болады мына жерде. Ал бада көбейту екен. Көбейту болса, біз мына тұрған сан мен мына тұрған санды көбейтеміз, сосын мына тұрған дәрежелерді тек қана қоса саламыз. Негіздері өйткені бірдей, 10 мен 10 екеуі бірдей. Енді 5,10-нан 2 көбейтсек 8,10-нан 1. 42,112 шығады екен. 42,112 көбейту 10-ның 10 дәрежесі болады. Үтірді бір рет алдаға жылжытсақ, 4,212 көбейту 10-ның 11 дәрежесі шығады екен. В мысалында, егер бізде арасында бөлу болса, дәрежелердің азайтылады, негіздері бірдей болса, дәрежелері азайтылады. Сонда біз 8,4-ті бірінші 2,10-нан 1-ге бөліп алайық. 8,4-ті бөлсек 2,10-нан 1-ге. 4 шығады екен. 4 көбейту 10-ның 5 азайту 6, сонда 4 көбейту 10-ның -1 дәрежесі шығады екен. Осымен біздің бүгінгі өткен сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, тақырып түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.